Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз лимонның адам организміне керемет пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Және де оның зиян тұстары да қарастырылатын болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Тамақ ауруы, яғни ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып, қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 1/3 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Лимон бронхит кезінде. Егер бронх қабынуына дейін жетсе, онда 50 грамм үккіштен өткізілген ақжелкен және 2-3 цитрустық жемістің шырынынан сусын жасаңыз. Кейін соны шай қасықпен күніне бірнеше мәрте тұтынып көріңіз. Алайда артынан ештеңе ішпегеніңіз дұрыс. Сарымсақпен араласқан лимон сізге денсаулығыңызға күшті әсер етеді. Оны дайындау үшін сіз 5 лимон мен 4 сарымсақ бөлігіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын қатты жауып, 5 тәулік мұздай қараңғы жерде ұстауыңыз керек. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан 20 минут бұрын шай қасықпен ішіңіз. Жүрегіңіз айныса. Жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Тұмау. Тұмау кезінде дәрілік шөптермен және лимонмен шай ішіңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, шатыраш, қырықбуын, бақажапырақ секілді шөптермен ішкеніңіз жақсы. Мұндай қоспалар ағзаңыздағы кальций мөлшерін көбейтеді, ал кальций қызуыңыз көтерілгенде керемет көмектеседі. Жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруы, яғни атеросклероз. Bir ас қасық қарағай қылқанына 1 стақан қайнаған су құйып, 30-60 минут суығанын күтіңіз. Дайын тұнбаны сүзгіден өткізіп, қабығы ашылған және ұнтақталған жарты лимонмен араластырып, күніне 3 рет тамаққа дейін тұтыныңыз. Емделу курсы 15-20 күн. Бауырдың қабынуы, гепатит. Мұндай ауруға шалдықсаңыз, лимон суын немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынуыңыз керек. Ол лимонның қабығын аршып, екіге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағатқа қалдырыңыз. Дайын болған соң 1 стақаннан аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Артериялық қысымның төмендеуі, гипотония. Артериялық қан қысымыңыз жиі төмендесе, 5-6 лимонды ет тартқыштан өткізіңіз. Дайын болған лимон езбесіне 100 грамм шағыр гүлінің жапырақтарын қосыңыз. Бұл дәрілік өсімдікті барлық дәріханадан табуға болады. Ботқаға 1 литр қайнаған салқын су құйып, 36 сағат тоңазытқышқа салып ашытыңыз. Содан кейін жарты килограмм бал қосып, барлығын жақсылап араластырып, қайтадан 25 сағатқа тоңазытқышқа қойыңыз. Тұнбаны тамақ ішуіңізге жарты сағат қалғанда күніне 4 реттен ішіңіз. Осылай 3 апта қайталасаңыз, ауруыңыздан біржолата айығасыз. Аузыңыз уытып кетсе, яғни стоматит болса, 1 литр суды қайнатып, дене температурасымен бірдей етіп суытыңыз. 2 ас қасық бал және 1 лимон шырынын қосып, зақымданған жерлерге күніне 2 реттен жағыңыз. Лимон ауыз қуыстарындағы вирустарды жояды. Ол үшін 1 дана лимон шырынын 200 мл суға араластырып, аузыңызды шайыңыз.
Күйген жеріңізге лимон қойсаңыз, тез жазылуына көмектеседі. Уланған жағдайда суға лимон шырынын араластырып ішсеңіз, ағзаңызды тазартады. Кесілген жеріңізді лимонның шырыны араласқан сумен шайып, лимон таңсаңыз, қанды тез тоқтатып ұйытады. Етеккіріңіз тұрақты келмесе, лимон шырынын ішіңіз. Ішкі ағзаңызды қайта қалпына келтіреді. Лимон шырынымен бетіңізді сүртіңіз. Бетіңіздегі барлық дақтарды кетіреді. Бетіңізге бөртпелер шықса, мақтаға лимон шырынын сығып, бөртпелерді сол мақтамен сығыңыз. Әжімдер көңіл күйіңізді түсірсе, күнжіт майы мен лимон шырынын бірдей мөлшерде алып, араластырып, бетіңізді сүртіңіз. Лимонмен аяқ қолыңыздың қатты терілерін жұмсартыңыз. Ол үшін лимонмен қатты терілер бар жерлерді ысқылаңыз. Тісіңіздің қабыршағын кетіріп, ағарту үшін көк лимонның шырынымен жуып тұрыңыз. Бірақ күнделікті қолдануға болмайды, себебі тіс эмаліне зақым келеді. Лимон шырынымен шашыңызды жуыңыз. Шашыңыз жылтыр, жұмсақ, әрі жібектей болады. Лимон қабығымен тырнағыңызды ысқылаңыз. Тырнағыңыз қатты, әрі жылтыр, әдемі болады. Аяғыңыз шаршаса, лимонмен аяқты ысқылаңыз. Шаршағанын басады. Кез келген жәндік шаққан жерлерді лимон шырынымен сүртсеңіз, тез жазылып, ізі қалмайды. Үйіңізде жәндіктер мен шыбын-шіркейлер көбейіп кетсе, солар жүретін жерлерге лимон шырынын жағып тастаңыз. Егер басқа жемістермен лимонды қойсаңыз, жемістер өз өңін сақтап тұрады. Егер таза піспеген бананның жанына лимон қойсаңыз, бананыңыз тез пісіп жетіледі. Лимон қосылған шай, шырын, сулар басыңыздың ауырғанын басып, жүйке-жүйеңізді демалдырады. Лимонды асқазан аурулары бар адамға жеуге, қолдануға болмайды. Артық салмақ тастағыңыз келсе, бір күнде 3 лимон, 2 күнде 5 лимон, 3 күнде 7 лимоннан жеңіз. Немесе стақанға 1 лимонның шырынын сығып, үстінен су құйып, дәміне қарай бал қосып ішіңіз. Лимонның зиянды тұстары. Лимон қышқылы ойып түсетін зат және органикалық еріткіш болып табылады. Ол тіс эмаліне теріс әсер етеді. Сондықтан лимон жегеннен кейін аузыңызды таза сумен шайған дұрыс. Қолдың терісіне лимон шырынын үнемі тигізу саусақтың терісінде ауырсынуды тудыруы мүмкін. Лимонды асқазан мен ішектің ойық жарасы кезінде диетаға енгізу қауіпті. Тым қышқыл жеміс аш қарынға және көп мөлшерде тұтынылса, асқазан ішек жолдарының ойық жарасы мен қабыну ауруларының колит, энтероколит, панкреатит өршуіне әкелуі мүмкін. Бұл жағдайларда лимон диетадан мүлдем алынып тасталады және өте аз қолданылуы қажет. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны достарыңызға және туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман, сау тұрыңыздар.